Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 4-ші сынып 10-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін барлық тапсырмаларды, жаттығуларды бірге орындайық. Балалар, каналға тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің отаным Қазақстан бөлімі табиғат ғажайыптары дыбыс үндестігі деп аталады. Ең алдымен 42-ші жаттығуға назар аударайық. Суретті сызбаға қарап, мәтіннің мазмұнын болжа, мәтін не туралы? Суретке назар аударайық. Балалар, суретте көбелек қуалап жүрген бала, көбелекті ұстаған бала, одан кейін көбелектердің тіршілік ету жолы көрсетілген екен. Олай болса, осы мәтіннің мазмұнын болжап, мәтін не туралы екенін айтып көрейік. Олай болса, мәтінді мына түрде құрастыруға болады. Мәтін көбелек туралы. Суретте көбелектің көбею жолын көрсеткен. Ең бірінші көбелек жұмыртқа салады. Одан жұлдыз құрт, одан кейін көбелек пайда болады. Көбелектің түр-түсі әртүрлі болады. Көздің жауын алардай әдемі түрлері өте көп. Сондықтан адамдар оған қызығып, көз тойдыра көп қарағанды ұнатады деп құрастырсаң болады екен. Енді мына өлеңді мұқият тыңдайық, өз болжамының дұрыстығын тексерейік. Енді ғана ұшқаным, мені неге ұстадың? Дәу көбелек болғанша, жүріп өтем жол қанша? Деп көбелек шақты мұң, баса алмастан аптығын. Жұмыртқадан жаралып, жапырақтан нәр алып, жұлдыз құтқа айналдым. Бой түзедім таранып. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Қабықтарым алғашқы бірнеше рет алмасты. Кие берем әлдене, еліктедім сәнге де. Жамыл қорап сыртыма, енем сосын ұйқыға. Күнде өсіп толамын, қуыршақта боламын. Көбелек боп жетіліп, қанатымды қағамын. Менің мың құбылған түскенем, жарысамын құспенен дейді. Яғни балалар, біздің жаңа құрастырған мәтініміз осы өлеңге сай келеді. Яғни бірінші мәтінде біз көбелектің көбею жолын айтқан болсақ, екінші өлеңде де көбелектің қалай көбейетіндігін және көбелекті ұшып бара жатқан кезде ұстап алып, қамап қоюға болмайтындығы туралы мына өлеңде көрсетілген. Себебі ол көбелек әрі қарай тіршілік ету керек, өсу керек, жұлдыз құртқа айналу керек екенін ұқтырады екен балалар. Енді біз жаңағы мәтінге немесе осы өлеңге мынадай тақырып қойсақ болады екен. Көбелек мұңы деп. Енді осы жерде қарамен жазылған сөздерге назар аудар дейді. Неге олар бірде жуан, бірде жіңішке жазылғандыр дейді. Бірінші қарамен жазылған сөз жұлдыз құртқа. Түбірі жұлдыз құрт. Бұның түбірі жуан болғандықтан қа деген қосымша оған жуан жалғанады. Түске деген сөзде түбірі түс, ке деген қосымша, түс деген түбірі жіңішке болғандықтан оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Бұл заңдылықты есінде сақта. Енді 42-ші жаттығу көп нүктенің орнына тұсындағы қосымшалардың тиістісін қойып жазайық. Бізде табиғат ғажайыптары, көкек дауысы, ауыл маңы, қырман бару, мектеп келу, қуыршақ кигізу, кеме міну, үлкендер үйрену, жіп соқу, мата тігу деген сөз тіркестері берілген. Және соған сәйкес екінші жағында қосымшалар берілген. Сәйкес келетін қосымшаны біз қоюымыз керек. Түбір сөздің соңындағы және қосымшаның бірінші дыбысының астын сызасыз, содан кейін олардың қандай дыбыс екенін айтасыз, содан кейін өзіңіз қорытынды жасайсыз. Олай болса, сөйлемді құрастырайық. Бірінші бізде табиғаттың ғажайыптары, көкектің дауысы, ауылдың маңы деген сөз тіркестері пайда болады. Яғни соңғы сөз, түбірдің соңғы сөзі әріпі т болса, оған тың жуан болғандықтан жуан қосымша жалғанып тұр. Көкек бізде жіңішке, тің оған жіңішке жалғанады. Ауыл бізде жуан, оған жалғанатын қосымша жуан болады. Екінші, қырманға бару, мектепке келу, қуыршаққа кигізу, кемеге міну. Дәл солай қырманға жуан жалғанады, мектепке жіңішке жалғанады, қуыршақ жуан жалғанады, кемеге жіңішке жалғанады. Үшінші, үлкендерден үйрену, жіптен тоқу, матадан тігу деп қосымшаларды жалғаймыз. Есіңде сақта, дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестеніп айтылуын дыбыс үндестігі деп атайды. Мысалы, қаздар, тастан, қабы. Яғни жуанға жуан, жіңішке жалғанып, сәйкестеніп, бір-біріне ықпал етуін біз дыбыс үндестігі деп атайды екенбіз.
44-ші жаттығу суреттегі зат атауларын үш жақта тәуелдеп айт. Тәуелдік жалғау жалғанған кезде түбір сөздердің қандай өзгеріске ұшырағанын айтайық. Бізде ит берілген, доп берілген және тауық берілген. Олай болса тәуелдейік. Мен жекеше жақта тәуелдедім, көпше жақта ауызша тәуелдеп кетем. Сондықтан мұқият болып жазып алсаңыздар болады. Жекеше күшік. Менің күшігім, ит деп алсаңыз, менің итім деп аласыз. Менің күшігім, сенің күшігің, сіздің күшігіңіз, оның күшігі. Бұл жерде дыбыс үндестігіне ұшырап тұрған сөз күшік, к. К мен аяқталады. Түбір күшік дегенде түбір сөз, бірақ оған дауысты дыбыс жалғандығандықтан к дыбысы к-ға айналып кетеді. Бұл дыбыс үндестігі. Келесі, осы күшік сөзін көпше түрде тәуелдейтін болсақ, біздің күшігіміз, сендердің күшіктерің, сіздердің күшіктеріңіз, олардың күшіктері деп жазамыз. Енді келесі доп. Менің добым, сенің добың, сіздің добыңыз, оның добы. Бұл жерде өзгеріске ұшырап тұрған, дыбыс үндестігіне ұшырап тұрған сөз доп. Түбірі доп п дыбысына аяқталып тұр, бірақ оған дауысты дыбысы қосымша жалғанғандықтан п дыбысы п-ға айналады. Жазған кезде мұқият болыңыздар, балалар. Келесі тауық. Менің тауығым, сенің тауығың, сіздің тауығыңыз, оның тауығы. Түбірі тауық, жалғанғандықтан қ дыбысы қ-ға айналады екен. 45-ші жаттығу сөздерді оқып, көшіріп жаз. Басшы, сарыарқа, досжан, теңізші, жазса, түнгі, ашша, сөзсіз, сөнбеді, жанбады. Айтылу мен жазылуын салыстыр дейді. Енді біз былай салыстырамыз. Бұл жерде жазылуы басшы, айтылуы басшы. Сарыарқа деп жазылады, сарыарқа деп айтылады, түсіп қалады. Досжан деп жазылады, досжан деп естіледі. Теңізші деп жазылады, теңізші деп айтылады. Жазса, жазса. Түнгі, түнгі. Ашса, ашша. Сөзсіз, сөзсіз. Сөнбеді, сөнбеді. Жанбады, жанбады деп айтылады екен. Олай болса сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау бол.